Анамның наласы қабыл болған сияқты. Әңгіме. Бала кезімде әке-шешемнің айтқанына құлақ аспайтын тілазар болдым. Кімге тартқанымды білмеймін, реңім әкеме келгенмен мінезім мүлде басқаша еді. Алдымда екі ағам мен бір әпкем бар. Олардың ешқайсысы дәл мен секілді бұзық, сотқар емес. Мүмкін ата-анам кенжетайым деп қатты еркелетіп жіберген болуы керек. Қалай болғанда да мен мінезді едім. Барлығын керісінше істеп, анамды шырылдатып кете беретім. Тұщы етіме ащы таяқ тиіп жатса, келесі жолы одан да зорын жасайтын қырсықтығым бар еді. Кейде соныма өзім де өкінемін, бірақ өзімді ұстай алмаймын. Анамның маңдай тері жатыр-ау деп ойланған жоқпын. Тағы бірде айтқанымды орындай қоймаған анама қырсығып, үйдегі жап-жаңа кілемді қиқымын шығарып, қайшымен қиып тастадым. Оны қандай бейнетпен тоқып шыққанын ойлап та көрген жоқпын. Сол кезде ғой анамның қатты қапаланғаны. Әбден жер жебірме жетіп ұрысты да, дәл сен секілді балам болғаным болмағаны тәуір еді. Не деген мисыз едің. Дәл өзіңнен өтіп кеткен, жаныңды қинап, шырқыратып жүретін бір балаң болсын деп еді. Мен оған күліп қана қойғамын. Ол мені қарғаған түрің бе, мен секілді болады да балам болғаннан соң деп мән бермегемін. Сөйтсем, балаңның күйгеннен жаман нәрсе жоқ екен өмірде. Уақыт жылдып өттіп жатты. Ағаларым үйленіп, әпкем тұрмысқа шықты. Мен үйленбей тұрып, әкем ауыр науқастан көз жұмды. Бұл кезде мен есейіп, есім кіріп қалған болатын. Маған қымбат жандардың бірі дүниеден өткен соң қадірін ұға бастадым. Әкемнің көзі тірісінде оны талай уайымға батырып, көрсетпегенім қалмаған еді. Өткен ісіме өкініп, әкемнің жасай алмаған жасын анама берсін деп тіледім. Анам менің үйленгенімді көріп, тойымызды жасап бергенімен немересін қолына ұстап, бауырына басып ала алмай кетті. Анамды ақтық сапарға шығарып салған соң, құлазыған құла түзде қалып кеткендей болдым. Шынында да менің ессіз еркелігімді көтеріп, барлық қиқырлығыма көнген қайран анашымай. Бұрынғы тентектігімнен ізде қалмай, бірден сабама түстім. Қит етсе біреумен жағаласуға дайын тұратын мен, біреу айқайлап жатса да қарсыласпай шыдап отыра беретін әдет таптым. Алайда баяғы анамның маған нала болғандығы айтқан сөзі әлі де көз алдымнан кетпейді. Келіншегім жаман емес, екеуміз бір-бірімізден түсінісіп, бірге өмір сүріп келеміз. Ол маған екі қыз, екі ұл сыйлады. Өмірімнің мәні де, сәні де осы балаларым. Алайда анамның баяғыда бір айтқан сөзі тура келді. Екінші ұлым тура өзімнің қылықтарымды екі есейтіп жасайтын болған. Келіншегім күйгелектеніп, сол ұлым бір жамандыққа ұрынып қалмады ма екен деп уайымдап жүргені. Оны ұрып та береке таппайсың, ұрсаң есіре түседі. Әлі мектепті бітірмеген, ол мені талай рет сүйреледі. Ауылды шулатып, пәленшенің баласының тісін сындырып кетіпті, түгеншенің көзін шығарыпты, енді бірінің басын жарыпты. Әйтеуір есігінің алды күнделікті шағым айтушылардан кенде болған жоқ. Барлығына көнер едім-ау, ұлым тып шектен шығып кетті. Көрші ауылдан бие ұрлап істі болды. Өзінен едәуір ересек жігіттермен топ құрып, 5 бала болып ұрлаған екен. Мұны естігенде намыстан жарылардай болдым. Өз қолымды өзім кесе алмай, жан дүнием өртеніп жатқандай болды. Әлі кәмелет жасына толмаған ұлымды үлкендерді азғырған деген сылтау айтып, мал иесінен кешірім сұрап, ақшалай шығындарын да төлеп, әрең дегенде сотталудан аман қалып қалдым. Енді ғана жарқын болашағына бет алар тұста оның қылығына күйініп, қан қысымының жоғарылауына душар болдым. Анам марқұм соншалықты ыза болғандығынан перзенттің күйігі барлық күйіктен ауыр болатын сезілсін деді ме, бір ұлың өзіңе тартып, маған көрсеткендерінің екі есе көрсетсін дегені де ашынғаннан айта салған сөзі болса керек. Алайда анамның айтқаны айдай келіп, осы ұлымнан әбден зәре болдым. Бірақ енді оның ұлы мұндайды қайталамай-ақ қойсын. Бұдан былай тентектігін доғарып, жақсы жағына қарай бейімделсін деп тілеймін. Кейін өкініп, ата-анамды көп ренжіткен едім деп өкінгеннен пайда жоқ. Сондықтан бізге өмір сыйлаған ата-анамызды ренжітпей, айтқанын істеп өмір бойы аялап өтуіміз керек.